Бас прокуратура енгізген сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен арзанушының уақытын үнемдеудің бірден-бір амалы айқын жобасы өз нәтижелерін беріп жатыр. Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу жөніндегі комитетіне берген өтініш арыздардың қаралу барысын халық интернет арқылы қадағалай алады. Инновациялық жобасының арқасында құжатқа байланысты шешімдер мен оның қаралу мерзімінің бұзылу фактісін көруге де мүмкіндік бар. Бүгінде өтініш берушілердің 53%, яғни 55 мыңнан астамы порталдың көмегіне жүгінген. Ал арыздардың қаралу мерзімі бұзылған жағдайда кол орталыққа хабарласып шағымдануға болады. Мысалы, өткен жылы мемлекеттік органдарда 13.556 өтініштің қаралу мерзімінің бұзылған анықталып, 860 адам түрлі жазаға тартылған. Механизмі өте қарапайым. Өзі тікелей апарып өтініш тапсырған кез келген азамат немесе заңды тұлға дербес номері бар талон алып, ол арқылы біздің сайттан өз арызының бүкіл қаралу барысын орындаушы кім, қашан тіркелді, қашан жауап берілді, осыларды түгелдей қадағалап отыра алады.